Құрметті халайық, Қазақстанда үлкен өзгеріс басталғалы жатыр. Бұл парламенттің таратылып, енді құрылтайдың қалыптасуы. Өзіміздің ата-бабамыздың ұстанған құрылтай сөзін қайтарып жатырмыз. Бұл өте қуанарлық жағдай десек болады. Мына Қызылордада өткен үлкен құрылтай кезінде осынау бастама айтылып, енді екі палаталы парламент емес, бір ғана палаталы және бұл құрылтай деп аталатыны халықты былай шынын айтқанда қуантқан еді. Өзім де шынын айтқанда қуандым, өйткені парламент деген сөз, ол өздеріңіз білесіздер, ол батыстан келген, француздың парле сөйлеу деген сөзінен шыққан деген сияқты. Ал құрылтай бұл біздің жаңағы жайма шуақ күнде де, сыртқы басқыншылар келгенде де, мына елдің игі жақсылары, ақсақалдардың бас қосып, елдің, халықтың, жердің мәселесін талқылайтын үлкен жиын деген сөз. Енді жарайды, бұл атау келді, бұны жақсы деп есептейік. Бірақ жақында ғана мына парламенттегі депутат, халыққа белгілі, кезінде билікке қатты сындар айтқан депутат Ермұрат Бапи ағамыз сұхбат бергенде айтты. Құрылтай несімен ерекшеленеді? Жалпы құрылтайда не болуы мүмкін? Қандай өзгеріс болуы мүмкін? Мысалы, қазіргі кезде парламентте отырған 6 партия. Бұл 6 партия ертең тағы да барып құрылтайда отыратын болса, онда түк өзгермейді дейді. Халық не болып жатқанын түсінбей қалады деп отыр Ермұрат Бапи ағамыз. Сондықтан жаңадан құрылатын мына құрылтайға, яғни елдің ең негізгі заң шығару органы, парламенттің орнын алмастыратын және бұрынғыдай екі палаталы сенат мәжіліс сияқты емес, бір ғана палаталы құрылтайдың ерекшелігі, бұрынғы партиялар, сол мәжілісте қазір мәжіліс сенатта отырған партиялардың өкілдері қайтадан сол құрылтайға көшіп алатын болса, тек киімдерін шешіп тастап, креслоларын ауыстырып тастап деген сияқты, онда бұдан түк өзгеріс болмайды, халық ештеңені түсінбей қалады. Сондықтан Ермұрат Бапи ағамыз құрылтайға бір-екі жаңа партия келу керек деп отыр. Сонда мына саяси алаң әлдеқайда түрленіп, алуан түрлі болып, неше түрлі пікірлер қалыптасып, соның ішінен дұрыс пікір, дұрыс бағыт пайда болуы мүмкін. Өйткені мәжіліс төрағасының айтқаны заң болып тұратын болса, ода депутаттардың саны көбейгеннен сапасы болмайды. Оны өздеріңіз де білесіздер. Мәжіліс төрағасынан туалетке шығып келейін деп сұрап, кіріп шығатын, қалтырап дірілдеп жүретін депутаттар ол жерде отырып керемет бір шындықты айтады дегенге өз басым сене қоймаймын, шынын айтқанда. Енді мәселе мынада. Бізге қандай партиялар керек? Осы туралы сөйлесейікші. Бізге қандай партиялар керек? Жалпы Қазақстанға партия керек па? Егер партия керек болса, біз ол партияларды қалай парламентке апара аламыз? Ол мүмкін ба, және бұның тетіктері бар ма? Мен мысалы жеке басым мына республика дейтін мына кәсіпкерлер, білесіздер, елге белгілі мына қалтасы қалың азаматтар төбе көрсетті ғой, сол жерден білесіздер. Мына республика дейтін партияға, жалпы ол партияның қалай құрылғанына, ол партияның мақсаты қандай, қандай шымылдықтың артында келіссөздер болды, ол жағы маған белгісіз. Бірақ жеке басым бұл партияның тарихына, ол партияның қалай құрылғанын үлкен күмәнмен қараймын. Көптеген сұрақтар бар менде ол партияға қатысты. Сондықтан тіпті эмблемасына дейін, республика партиясының эмблемасына дейін, белгісіне дейін үлкен күмәнмен қараймын. Бұл партияны білмеймін, мен сіздерде мүмкін араларыңызда бар деп ойлаймын. Өйткені бұл партияның сайлау кезінде апыр-топыр құрыла салғаны, республика дейтін сөздің өзінің алынғаны, эмблемасына дейін қаншама айқайдың болғанын білесіздер. Оқып жаңалықтарды үзбей оқып жүретіндер, олар жақсы біледі мен айтып отқанымды. Не айтып отқанымды жақсы біледі деп ойлаймын. Сондықтан бұл республика сияқты партиялардың қалай құрылғанына үлкен күмәнмен қараймын. Және бұндай партиялар келетін болса алдағы уақыттағы құрылтайға, баяғы жартас сол жартастың күнін кешетін боламыз. Өйткені жасанды партиялар, жалпы жасанды партиялар, ол елдің көсегесін көгертпейді. Ол тек қана парламенттегі партиялардың санын ғана көбейтеді, депутаттардың санын көбейтуі мүмкін. Әйтеуір бұрынғыдай парламенттің жартысынан көбі Нұр Отан деген сияқты әңгіме болмайды. Бірақ оның маңызы да болмайды. Өйткені қанша дегенмен қолдан апарып жасап, орналастырып апарып қойған нәрсе, ол бір тірі нәрсе сияқты бір қимылдап эффект бермейді, әсер бермейді. Тіпті бұндай партиялардың оны отырса да құрылтайда,
және олар қолдан жасалатын болса, жасанды партиялар болатын болса, оның ешқандай да алдағы уақыттары дамуға әсері болмайды. Тек қағаз жүзіндегі партиялардың саны көбейді деген нәрсеге ғана керек болады. Ал шын мәнінде партиялар қалай қалыптасады? Мысалы мен Америка, мысалы республика, демократтар, олар бір-бірімен алысып жұлысып жатады ғой, республикалар мен демократтар. Жаңағы мына Англияда, Ұлыбританияда жаңағы консерваторлар мен мына лейбористер дейді, мына жаңашылдықты қолдайтын, ескішілікті қолдайтын партиялар бұл екіге бөлінеді деген сияқты. Олар бір-бірімен үнемі бәсекеде отырады. Бір құдды ақ пен қара сияқты үнемі бір-бірін алмастырып отырады. Алмастырып отырады. Бірде мысалы демократтардың өкілі билікке келсе, бірде республикашылардың өкілі билікке келеді деген сияқты. Сол сияқты либералдар мен консерванттар деген сияқты, екеуі бір-бірін алмастырып отырады. Ең болмаса екі-ақ партия болса да бізде шынайы партия болғаны дұрыс деп ойлаймын. Менің айтқым келетін бүкіл ойым осы. Шынайы, бірақ өтірік емес, жасанды емес. Екі-ақ партия отырсын, 6 емес, жарайды, 6 қазірдің өзінде 6 партия отыр ғой. 6 партия емес, 10 партия да болмай қойсын. Тек екі-ақ партия болса да, бірақ шынайы, кәдімгідей өзінің бағдарламасы бар. Сайлау кезінде ғана жылт етіп шығып, сайлаудан кейін ел жаңағы түрі түгел атында ұмытып қалатын партиялар қажет емес бізге. Ондай жаңағы кезең біз уже 30 жылдан асты. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері ондай партиялардың пайдасынан зияны. Өйткені шындап келгенде сіз бен біздің төлейтін салығымыздың нәтижесінде парламенттің болсын, үкіметтің болсын, олар салықтың, пайдалы қазбалардың несіне қаржыландырылады. Оларға төлейтін айлығың бар, миллиондаған айлығың, олардың жүріп тұру бар, әрбір іс сапарларын есептеңіз, олардың ұшатын ұшақтарын есептеңіз, жемқорлық не былай нәрселерді есептемегеннің өзінде кәдімгідей қағаз бойынша, оклад бойынша төленетін айлықтарын, жасалатын жағдайларын, кабинеттерін есептегенде оның барлығы да үкімет елдің қаражатына ұсталады, олардың барлығы. Сондықтан ол жаққа апарып, 100 депутатты апарып кабинеттің ішіне апарып кіргізіп қойғанмен бұдан пайдадан зияны көп. Ең болмаса 100 депутат болмағанмен 50 депутат болса да, соның 25 депутаты әйтеуір біреуі жаңағы билікшіл партия болса, 25-і оппозиция сияқты, жаңағы демократ, республика, консервант, либерал сияқты бір-бірімен бәсекелесіп жұмыс істейтін болса ғана көсегеміз көгереді деп ойлаймын. Өйткені біз онсыз да 30 жылға жуық осындай жаңағы партиялардың жаңағы бәсекеге түсе алмайтын партиялар, өкінішке орай. Мен мысалы Нұр Отаннан басқа бәсекеге түсе алатын қандай партия бар? Мысалы қазіргі кездегі Аманат, яғни бұрын Нұр Отанға бәсекелесе алатын партия қандай партия болды, айтыңыздаршы. Мына тәуелсіз Қазақстанның тарихында естеріңізде болса, бізде бір кезең болды. Тәуелсіз билікке оппозиция ретінде партия құруға деген ұмтылыс болды. Мен Алашорданың кезеңін Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатовтардың тұсын айтып жатқан жоқпын. Тәуелсіз Қазақстан, мына Кеңестер одағы құлағаннан кейінгі тұсты айтып жатырмын. Бұл 90-шы жылдардың соңы, 2000-шы жылдардың басында марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы ағамыз халықтың жүрегінде қалған. Марқұм Заманбек Нұрқаділов ағаларымыздың тұсында үлкен талпыныс болды. Өкінішке орай Назарбаевтың билігі қайтадан күшейтті. Бұл бастамалар өз нәтижесін түбегейлі көрсете алмады. Қайтадан бір адамның билігі күшейіп кетті. Енді біз мына құрылтай деп жатырмыз. Құрылтай бұл шындап келгенде ең маңызды заң шығарушы орган. Бүкіл Қазақстандағы заңдар осы құрылтайда шығады, қабылданады. Сондықтан бұл жерге әйтеуір уақытын өткізіп, парламентте кездегідей уақытын өткізіп кететіндер емес. Миллиондаған оклад айлық үшін отыратындар емес. Не болмаса жаңағы белгілі бір облыстың, қаланың әкімі болып кеткен ана жерде отырып стаж жинап алатын орын ретінде емес. Не болмаса әйтеуір ана жерде отыратын депутаттардың саны көбейтіп отыратын орын ретінде емес. Бұл жерде нақты елге, халыққа қызмет ететін адамдар болу керек.